бәріне қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен, егер де сіздің үйде арнайы бет күтімінде жағып жүрген креміңіз, ылғалдандырғыш креміңіз бітіп қалған болса, оның орнына үй жағдайында нені пайдалануға болады деген сұраққа жауап алатын боласыздар. Егер де сізге осындай пайдалы лайфхак видеолар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін арнайы түсірген видеоны өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің де бөлісетін видеоларыңыз, рецепттарыңыз не болмаса, лайфхактарыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіздер, бірге жасап результатқа жетіп көрейік. Ал сәттілік, видеоға кірісейік. Міндетті түрде барлық қыз баласы ер азаматтарының бет күтіміне арналған өзінің әрдайым қолданатын кремі бар. Яғни ылғалдандыратын, майлы терге, не болмаса құрғақ, не болмаса сезімтал бетке арналған кремдерді сіздер міндетті түрде пайдаланасыздар. Ол кез сізде бітіп қалған болса, не болмаса сіз үй жағдайындағы, үйдегі табиғи өнімнен жасағанды жақсы көретін болсаңыз, онда осы 3 ингредиент сізге арналады. Өзіңізге қайсы ыңғайлы, қайсы қолжетімді, не болмаса қайсы үйіңізде бар, соны пайдалансаңыз болады. Ал ең алғашқы бірінші орында тұрған ол бізде алоэ жапырағы. Алоэ жапырағы ол барлық бет терісіне келе береді. Майлы бет, құрғақ бет, сезімтал бет, қабынған бет, осындай түрлердің беттің бәріне келе береді. Әсіресе бетіңіз тым құрғақ, сезімтал, жаққан кремдеріңіз тез сіңіп болмаса, жаққан BB крем, тоналкаларыңыз қабыршақтанып бетіңізге жиналатын болса, онда бұл сізге арналған таптырмас құрал болып саналады. Яғни алоэның жапырағын күніне 2 мезгіл бетіңізге жағып отыратын болсаңыз, бетіңіз өте қатты ылғалданып, және де қарапайым креммен не болмаса ішкен суларыңызға қарағанда ол 3-4 есе тезірек ылғалды сіңдіреді, және де 3-4 есе глубже, яғни тереңірек бет терісіне сіңіп алады. Одан бөлек бетті ылғалдандыра қоймай, алоэ сығындысы ол бет терісінің сыртқы пішінін қаптап, күні кешке дейін бетіңіз ылғалдығын ұстап, яғни ылғалдығын жоғалтпауына жақсы көмегін тигізеді. Сол себепті алоэ жапырағы өте емдік қасиетке бай болып саналады. Мысал ретінде ол беттегі токсиндарды алып шығады, беттегі қабыну, беттегі қызару, беттегі қабыршақтануды бәрін емдеп, беттегі және көздің астындағы пигментациялардың көбеймеуіне жақсы септігін тигізеді. Қалай десеңіз, әрдайым ылғалдандырылған бет артық инфекцияларға, артық қабынуға, артық қызаруға өзіне жол бермейді. Яғни бетіңіз ылғалданып тұрған кезде бет терісінің процесі өзіндік жұмысын жақсы атқарып, бет терісінің түсі тезірек қалпына келіп, ол кезде бет терісі қалпына келген сайын мимикалық әжімдерде тезірек қалпына келетін болады. Сол себепті алоэ сығындысы өте пайдалы және ылғалдандырғыш кремнің орнына емдік қасиеті барын біліп жүріңіздер. Алоэ жапырағын қалай пайдаланамыз? Пайдалану жолы өте оңай және де өте ыңғайлы. Мысалы, қарапайым өсіп тұрған біздің подоконникта гүлімізді, алоэны кесіп алып, бір ұзын жапырағын кесіп алып, оны өзімізге керек мөлшерде 1-2 сантиметрде кішкене тағы да кесіп алып, қалғанын қағазға не болмаса пакетикқа орап, холодильникта ұстаймыз. Холодильникта 3-4 күнге дейін ұстауға болады. Кішкене ғана бөліп алған алоэ жапырағымыздың ортасынан ашып, сондағы ішіндегі клей сияқты гелін бетімізге жағып шығамыз. Алдымен бетімізді жақсылап жуып, қағаз сүлгімен сүртіп, алоэны жағып, бетімізде ұстаймыз. Және де оны жуып тастаудың қажеті жоқ. Осылай күніне 2 мезгіл жасаймыз.
Ал екінші қолжетімді өнім ол біздің қарапайым қияр. Қияр дәл жаңағы алоэ жапырағы сияқты өзіндік бетті ылғалдандырып, бетті дәрумендерге байытып, және де беттің жастығын әлде қайда көбірек ұстауына өте жақсы септігін тигізеді. Сол себепті егер де сіз таңертең кешкісін міндетті түрде қыс, жаз мезгіліне қарамай күнделікті қиярмен бетіңізді сүртіп, не болмаса қияр маскасын жасап отыратын болсаңыз, бетіңіз әлде қайда жастығын ұзағырақ ұстап, бетіңіз ылғалдығын жаңағыдай күні кешке дейін ұстап, бетіңіз өте сергек, әдемі болып түсін қалпына келтіріп жүреді. Сол себепті міндетті түрде қияр, алоэ жапырағы деген сияқты өнімдер үйде міндетті түрде болу қажет. Қиярды қалай пайдаланамыз? Дәл алоэ жапырағы секілді жақсылап бетімізді жылы сумен тазартып жуып алып, қиярдың жаңағы кішкентай бөліктерге бөліп алып, бетімізді жақсылап сүртіп аламыз. Егер сіздің уақытыңыз аз болса, күніне 2 мезгіл таңертең және жатар алдында сүртіп алып отырасыздар. Одан кейін оны жуып тастаудың қажеті жоқ. Ал егер демалыс күні не болмаса теледидар алдында отырып уақытыңыз көбірек болса, онда қиярдың өзін бетіңізге қойып, біраз уақыт демалып, көзіңізді жұмып, релакс жасасаңыз, ол одан да әрі қарай жаңағы ылғалдылығы тереңірек сіңуіне өзіндік септігін тигізеді. Сол себепті міндетті түрде қиярды жасап жүріңіздер. Ең бастысы алоэ жапырағы және қиярдың бетке берер ешқандай кері әсері жоқ, және де жасауға болмайды деген жаңағы ереже жоқ. Ал үшіншісі өте пайдалы, және де ол өзіңіздің плазмаңыз, яғни плазма лифтинг жасайтын болсаңыз, бетіңіз ылғалдығын өте ұзақ уақыт ұстайды. Бетіңіздегі керек емес әжімдер кетеді, беттегі шырамдар кетеді, беттегі қызару, қабыну, безеу шығу, өте бетте қандай проблема бар, бәрінен құтыла аласыз. Плазма лифтинг дегеніміз ол арнайы косметологиялық процедура. Яғни сіз косметологқа барып, өзің қаныңызды алдырып, оны центрофуга, яғни арнайы аппаратқа салып, оны өзіңіздің қаныңызды плазмаға, яғни сары суға айналдырып, оны шприцпен бетіңізге, мойныңызға, қолыңызға салып шығады. Сол кезде бетіңіз, мойныңыз, қолыңыз жастығын, ылғалдылығын, сұлулығын, түсін бәрін ұзақ уақыт ұстайтын болады. Плазма лифтингті тек қана беттері өте қатты қабынып, яғни безеулердің жараға, гнойға арналып кеткен кезде, сол кезде ғана жасауға болмайды. Одан басқа барлық адамдарға жасау беруге болады. Плазма лифтингті міндетті түрде кемінде 7 не болмаса 10 процедура арасын 1 апта 10 күн жақын қылып жасайтын болсаңыз, яғни бірінші процедура, екінші процедураңыз оның арасында 10 күн, үшінші процедураны тағы 10 күннен кейін әр 10 күн не болмаса 1 апта сайын жасайтын болсаңыз, міндетті түрде результатқа жетесіз, және де ешқандай өкінбейсіз. Ол өзіңіздің табиғи плазмаңыз. Бетті қалыңдатып, беттің өзіндік керек дәрумендерінің бәрін тез коллаген, гиалурон, ботекстің, мезотерапияның барлығының қосындысын бетіңізге бір сәтте салып береді.